Мен Абдраш Назарбеков атындағы номер 87 жалпы орта білім беретін мектептің 7-ші Г сынып оқушысы Таубай Жаннұр. Біздің бүгінгі тақырыбымыз менің отбасым, сабақтастық құндылықтар мен мағыналар. Отбасы бұл тек туысқандық байланыс ғана емес, бұл рухани, мәдени және моральдық құндылықтардың ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы. Әрбір ұрпақ өз кезеңінің тәжірибесі мен қателіктері арқылы өмірлік сабақтарын алады, ал ата-әжелер мен ата-аналар сол сабақтарды өз кезегінде балаларға жеткізу үшін барлық күшін салады. Менің шағын әрі тату отбасым 4 жаннан құралған. Ол анам, әжем, атам және мен. Біздің отбасымыз өте бақытты. Біз бір-бірімізді шын жүректен сыйлаймыз және әрқашан қолдап, түсіністікпен қараймыз. Мұның барлығы атам мен әжемнің тәрбиесі деп білемін. Әрбір отбасы өзінің ерекше тарихы мен мәдениетін қалыптастырады. Бұл тарихты сабақтастық құндылықтар мен мағыналар байланыстырады. Отбасында сабақтастық дегеніміз ұрпақтан ұрпаққа берілетін тәжірибе мен білімнің жалғасуы. Әрбір ата-ана өз балаларына өмірлік сабақтар мен дағдыларды үйретеді. Бұл өз кезегінде оларды дұрыс жолға бағыттап тәрбиелейді. Құндылықтар отбасының негізі болып табылады. Отбасына берілетін құндылықтар бұл балалардың өмірде дұрыс таңдау жасауына көмектесетін қағидалар мен принциптер. Мысалы, махаббат, адалдық, жауапкершілік, еңбексүйгіштік сияқты құндылықтар әр отбасында маңызды орын алады. Бұл аталған құндылықтардың бәрі менің отбасымда және менің өмір жолымда адастырмай биік белестерге жетелейтініне ата мен әжемнің ықпалы оразан зор. Мағына отбасының бірігуінің негізі. Отбасында әр адамның өмірінде маңызды орын алатын істер бар. Отбасындағы әрбір әрекет пен шешім тек сол отбасының мүшелері үшін ғана емес, бүкіл қоғам үшін маңызға ие болуы мүмкін. Отбасы мүшелері арасындағы түсіністік, сыйластық және махаббат бұл мағынаның тереңдігі мен күшін білдіреді. Отбасындағы құндылықтар тек сыртқы дүниемен ғана емес, ішкі дүниемен де байланысады. Бұл жерде адамдардың моральдық және рухани бағыт-бағдары, өмірлік мақсаттары мен ұстанымдары маңызды рөл атқарады. Шаңырағымыздың әрбір адамның жүрегі мен төгілген мейірім мен ақыл-нақыл менің өмірлік жолыма жарық шашқан шамшырақ іспетті. Әжем маған үлкендерге құрмет көрсетудің қадір қасиетін ұғындырған дана жан. Ол өзінің өмір бойы жинаған тәжірибесін бізге үлгі етіп, халқымыздың салт-дәстүрін қастерлеуге баулиды. Ұлттық құндылықтарға сонымен қатар қолөнермен халқымызда сақталған салт-дәстүрлерді дәріптеп отырудан жалықпайды. Соның ішінде кесте тігу, құрақ құрау, түрлі ұлттық тағамдарды пісіруді маған үйретіп келеді. Анам мейірімділіктің бейнесі, жүрегі жұмсақ, жүзі жылы жан. Ол маған адам баласына әрдайым жақсылық жасау керек екенін үйретіп келеді. Әрбір қыздың арманы анасының мейірімділі, адал, бауырмақ, қамқоршы болу. Анамның барлық қасиетін өз бойымнан көремін. Атам ақылдың кені, ізгіліктің үлгісі. Оның әрбір айтқан сөзі терең ойға толы, ал әрбір ісі сабыр мен парасаттың айғағы. Отбасымызда атам алғаш жеткен жетістіктерімен қуанып, мақтау айтып, мені әрдайым қолдап, ақ батасын беріп отырады. Осының бәрін қорытындылай келе, отбасы тәрбие мен құндылықтың бастау бұлағы. Әрбір отбасы мүшесі баланың болашағына үлкен әсер етеді. Менің отбасым мен үшін сүйіспеншілік пен сыйластыққа толы қасиетті мекен. Осы шаңырақтың жылуы мен тағылымы менің өмірлік шамшырағым. Ұрпақ сабақтастығы үзілмей. Әрбір отбасында осындай рухани байланыс жалғасын тапса, болашағымыз жарқын болары сөзсіз. Баршаңызға, назарларыңызға рахмет.